Қайырлы күн достар, хачапури рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге 40 градуста жылы 300 грамм су керек, 10 грамм дрож және 1 шай қасық қант керек. Үшеуін араластырып аламыз. Сосын 400 грамм ұн және 1 шай қасық тұз салып, жақсылап өте жұмсақ қамыр илейміз. Бұл қамырды қолмен илесеңіздер де болады. Менде яғни термомикс болғаннан кейін мен термомикспен дайындадым. Қамырымызды ұн сеуіп отырып түсіріп аламыз және 5 немесе 6 бөлікке бөлеміз. Бетіне орамал жауып 30 минутқа қойып қоямыз. Яғни тестіміз көтерілу керек. Барлығы видеода толық көрсетілген, сол бойынша жұмыс жасасаңыздар болады. Егер менің рецептілерім ұнап жатса, YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер. Ал енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 100 грамм сары майды ертіп аламыз. Ертіп алып 20 граммды майды тестінің арасына жағу үшін керек болады. Сол үшін 20 грамм майды бөлек ыдысқа құйып аламыз. Енді үстіне 300 грамм сыр, яғни мен сулунгуни сырын пайдаландым, және 250 грамм творог. Үшеуін жақсылап араластырып алып, ыдысқа салып дайындап қоямыз. Тестіні жұқа етіп жаямыз, яғни видеода толық көрсетілген. Тесті толық жайғаннан кейін арасына бөлек құйып алған сармайымызды жағамыз. Бетіне начинкамызды өте жұқа, әдемі етіп орналастырамыз, яғни видеода толық көрсетілген. Толық жақ болғаннан кейін тестімізді шетінен жайлап бұрап отырып, яғни қайық тәріздес форма жасаймыз. Яғни ол хачапуридің формасы. Алдын ала противенға пергамент қағазын төсеп дайындап қоямыз. Дайындаған хачапуриімізді противенға орналастырамыз. Менің противеніма 3 хачапури қатарынан салынды. Тесті өте нәзік, жұмыс жасауға өте ыңғайлы, бірақ міндетті түрде ұн сеуіп отырып жұмыс жасайсыздар. Алдын ала духовканы 180 градусқа қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешке дайын болған хачапуриіміздің бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, духовкаге жібереміз. Яғни айналасы сары болып піскен кезде жұмыртқаның сары уызын бетіне аударып жібереміз. Бізде үйде балалар жұмыртқаның сары уыз толық піскен жақсы көреді. Сол үшін мен сары уызды толық пісіріп жібердім. Сіздер 3 минутқа қойып, шала пісірсеңіздер де болады. Өте нәзік, жұмсақ, дәмді, ерекше хачапури. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.
міндетті түрде балаларыңызға қуаныш сыйлап жасап беріңіздер. Ас болсын. Рахмет.